Сол кезде қараңыздаршы, август айында мысалға қабан күйлейді. Сентябрь айында, қыркүйек айында ерік болған мысалға қауешкілер күйлейді. Оның жағында жалпы аңдардың көбі сол қыркүйек пен сол ноябрь, қараша айының ортасында күйлейді. Сонда дүние жүзінде жалпы аңшылық жасайтын мерзімде көптеген аңдар осындай неден бағанағы күйлеп сол кезінде аңшылық жасайды. Сол себептен бүгін біз биологиялық ғылыми негіздеменің саясында біз аңшылық жасап жатырмыз. Осы февральдың 20-сынан бастап біз тоқтатамыз. Сол себептен тек қана киікті біз буаз атып жатырмыз деуге болмайды. Ендеше бәріне тоқтатайық. Онда ерікке тоқтатайық, жалпы аңшылық тоқтатайық. Сол себептен мынау сіздерге айтамын. Әмір сен дұрыстысың ғой. Егер тек қана осы тіптен дүниежүзі алғанда Қазақстанда тек қана киік қана буаз кезінде атса, ол бір мәселе. Онда мен де оған бармас едім. Ал енді екіншіден айтамын. Қараңыздаршы, 2,5 миллион бүгін бас бізде бар. Бұл өзі өсімді алмау. Міне өткен жылғы май айында дүние келген лағы, ұрғашы лағы. Сол жылдың желтоқсанында күйлейді. Міне, сонда май, жеті айдан кейін күйлейді. Сонда бұл өзі жалпы өсімді алмау. Енді қараңыздаршы, 2,5 миллион. Бүгіннің өзінде қараңыздар, қаншалықты соның теріс ықпалын диқаншылар көрді. Енді қараңыз, келесі жыл не болады? Биыл жыл не болады? Биыл май айында 40% төлейді дейміз. Ол мысалға қой сияқты емес. Оның бәрі төлемейді. Жарыс төлейді, сел төлейді, тоқыс төлемейді дегенде. Бұлар 7 айдан кейін күйлейді. Сол себептен биыл біз күтудеміз. Орта есеппен 40% алғанда біз өздеріңіз қараңыздар. 1 миллиондай жарайды, азайтайықшы, 800 мыңдай қосылады. Ол есептеңіздер арғы 3 миллион 300. 25 жылы соның жарайды. 2,5 миллионда 1 миллион қосылсын. 4-тен асып кетеді. Сонда не болады? Бұндай оқиғалар дүние жүзінде болған.